Аяғыңызды көтеріп жатсаңыз не болатынын білесіз бе? Ұйқыға жатар алдында 5-10 минут аяғыңызды жоғары көтеріп жатуды әдетке айналдырыңыз. Бұл әдеттің арқасында ағзаңыз айтарлықтай жаңарып, көптеген аурулардан арылуға болады екен. Йога әуесқойлары жылдар бойы осы әдісті қолданады. Дегенмен жаттығуды жасау үшін арнайы сабақ алудың немесе артық шығынның қажеті жоқ. Тек қана уақыт бөліп, табандылық танытсаңыз болды. Нәтижесінде сіз таңғаларлық өзгерістерді байқайсыз. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бұл жаттығуды кез келген уақытта жасауға болады. Жаттығуды орындау үшін қабырғаға жақын жатып аяғыңызды көтересіз. Тізеңіз бүгілмеуі тиіс, ал басыңызды көтермейсіз. Еденде төсеніш болғаны дұрыс. Сонда өзіңізді жайлы сезінесіз. Иығыңыз бен саныңыз бір деңгейде болуы тиіс. Иығыңызды босатыңыз. Екі қолыңызды екі жаққа созыңыз. Егер мойныңыз талса, онда басыңыздың астына орамал немесе кішкентай жастық қойыңыз. Ыңғайлы болса, беліңізге немесе бөксеңіздің астына да жастық қоюға болады. Еркін жатып терең дем алыңыз. Дем алуды да, дем шығаруды да созыңыз. Денеңіздің тырысып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Егер күш салынғанын сезсеңіз, дереу босатыңыз. Сонда аяғыңыздан барлық салмақтың түскенін сезесіз. Жаттығуды 5 минуттан 20 минутқа дейін жалғастыруға болады. Ал жаттығуды аяқтау үшін тізеңізді кеудеңізге тартыңыз. Оң жағыңызға қисайып, бірнеше рет терең дем алыңыз. Содан соң орныңыздан тұруға болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың денсаулыққа қандай пайдасы бар? Ас қорытуды реттейді. Аяқты жоғары көтерген кезде ас қорыту жүйесі белсенді түрде жұмысқа кіріседі екен. Бұл күйде болған кезде ішкі ағзаларда қан айналым жақсарып, жиырылу дұрыс жұмыс істейді. Тамақ ас қорыту жолынан оңай өтеді. Нәтижесінде үлкен дәреттің шығуы реттеліп, іш қату қаупі азаяды. Сонымен қатар, қоректік заттар ағзаға жақсы сіңеді және ас қорытудың тиімдірек және жылдамырақ болуына байланысты тәбет жақсарады. Ісінуді жеңілдетеді. Аяқтардың ісінуі дегеніміз тіндерде сұйықтықтардың жиналуына байланысты пайда болады. Жай ғана аяғыңызды жоғарыға көтеріп жату арқылы аяқтың ісініп ауырғанын емдей аласыз. Жалпы аяқтың ісінуіне аз қозғалыс, бір орында ұзақ отыру, бүйрек немесе жүрек саулығының өзгерісі, артық салмақ, кейбір препараттардың жанама әсері, дұрыс тамақтанбау себеп болады. Гарвард медициналық мектебінің зерттеушілері аяқты көтеру жинақталған сұйықтықты бүкіл денеге таратуға көмектесетінін, аяқтардағы қан айналымды жақсартатынын және осылайша ісінуді азайтатынын анықтады. Аяқтың шаршауын басады. Аяқты жоғары көтеру аяқтағы, өкшедегі, жамбастағы кернеуді жеңілдетудің ең жақсы тәсілі. Күні бойы аяғымыздан тік жүру осы 3 аймаққа салмақ салады. Бұл жаттығуды орындау арқылы сіз аяқтың шаршауын баса аласыз. Қан айналым жақсарады. Жүрек бұлшық еті денемізге қан айдау үшін күнделікті жұмысты атқаратын үлкен күшке ие. Көп жағдайда ол бұл тапсырманы тамаша орындайды. Дегенмен белгілі бір аурулардың немесе өмір сүру салтының әсерінен дененің белгілі бір бөліктеріндегі қан айналым төмендеуі мүмкін. Қан айналым көбінесе ұзақ уақыт бір орында отыру немесе тұру, артық салмақ, жүктілік кезінде нашарлайды. Ал мұны реттеу үшін аяғыңызды жоғары көтеруді әдетке айналдырыңыз. Ол дененің жоғарғы бөлігіне қан ағымын арттырады, оны оттегімен байытады және оны бүкіл денеге біркелкі таратады. Мұндай жаттығу қан қысымын реттеуге, варикозды тамырларды жақсартуға да пайдалы.
жүйке жүйесін тыныштандырады. Аяқты көтергенде біз көбірек ауа жұтамыз. Ал баяу және ырғақты тыныс алу дененің толық босаңсуына ықпал етеді. Бұл күйде сіздің денеңізде қалпына келтіру және емдеу процестері жақсы жүреді. Іштегі, мойындағы және самайдағы кернеу жеңілдейді. Ұйықтар алдында бұл жаттығуды жүйелі түрде орындай отырып, сіз өзіңізді тыныштандырып, стресстік жағдайларға төзе алатыныңызды сезінесіз. Арқадағы ауырсынуды азайтады. Арқадағы ауырсыну көптеген қиындықтар мен ыңғайсыздықтарды тудырады. Күнделікті әрекеттерге кедергі келтіреді. Арқаның ауруына саусақ нервінің қабынуы, артрит, сіңірлердің созылуы, омыртқа аралық жарық себеп болады. Егер арқаңыз қатты ауырса, дереу дәрігерге кеңесу керек. Егер ауырсыну анда-санда мазаласа, онда емдік шара ретінде аяғыңызды қабырғаға тіреп жатыңыз. Аяғыңызды көтергенде омыртқадағы барлық салмақ азаяды. Стресс пен мазасыздықты жояды. Адам өмірінде болып жатқан жағдайлар тұрақты күйзеліс пен алаңдаушылыққа келеді. Салдарынан ми үнемі күрес және қажу режимінде болады. Одан бөлек қан қысымы төмендейді. Ас құрту баяулайды. Тез шаршаймыз. Ал аяқты көтеру арқылы жүйені және демалу және ас құрту режимін белсендендіреміз. Денені және ақыл-ойды толығымен босаңсыту арқылы сіз медитациялық күйге жетесіз. Денедегі барлық маңызды процестер теңестіріледі. Стресс пен алаңдаушылық азаяды. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.